Басқан айтып жатқан едім, иә. Енді, конечно, барлығы бір бақыт тілеп жазып жатқан адамдар да бар ғой, бірақ соның ішінде біз негізі Балаусахан былай келіскен болатынбыз. Сырға салуда алтын бір-біріне пока бермей қоя тұрамыз деп. Себебі алдымызда біздің құдалық болады, ұзату болады деген сияқты, кәдімгі официально свадьбаларымыз бар деген сияқты. Сол кезде алтынды сол кезде бір-бірімізге береміз деп екі жақ солай келіскен болатын да. Ал ана жерде кәдімгідей бір болады ғой, қатты енді Балаусахан жүрегіме қатты алып қалдым сол кезде ше. Неге адамдар дүниемен, адамдар бір-бірін салыстырады деген сияқты менде қатты бір күйініш болды да. Жүрегім қатты алып қалдым. Енді мамам да кішкене жаман болып қалды. Барлығы Алишер жақтан да сондай бір кішкене бір настроениеміз түсіп қалған болды. Иә. Жаңағыдай ғой, біз үйреніп қалғанбыз негатив деген нәрсеге. Бізде уже жаңағыдай противоударный нәрсе тұрады да. Бірақ сен үйдегілеріңді ойлап тұрсың, ол кісілер бірінші рет келіп тұр, олар да көреді, оларға да жібереді, қанша туыс бар деген сияқты ғой. Вот сол нәрселер кішкене болып қалды да, адамдар кішкене енді айтпаймын, енді халық көріп отыр ғой, просто андай болу керек та. Бұл сырға салу жай ғана. Сырға салу болғаннан кейін үлкен жаңағыдай сыйлықтар болмайды ол жерде. Үлкен сыйлықтың бәрі үлкен тойда болады деген сияқты да. Просто сол нәрсемен не істеп алды ма, шатастырып алды ма деген ой келіп қалды да. И сонымен сондай бір дүниелер болды. Бірақ қазіргі моментте енді оның бәрі шүкір бәрі жақсы. Енді тойға келатқаннан кейін сол жаңа айтқаным, тәтем Кореяға кетем дейді. Мен ойлағам уже примерно датамызды қояйық, ресторан барып бірге көрейік, бірге таңдайық деген сияқты. Десем бұл кетем дейді. Ұзаққа кетесіз бе? Негізі жаңаға байланысты ең бастысы сіздердің отбасыларыңыздағы ата-аналарыңыз, туысқандарыңыз, ол кісілер риза ғой? Иә, ол кісілер риза, бір-біріне жаңағы тек көрерменнің айтып жатқаны просто көңілдеріне алып қалды да, енді ол кісілерді оқыды ғой просто. Бірақ шынымен де Балаусахан айтады екен да, андай үйленетін адам мен үй салатын адамға Құдайдың өзі көмектеседі дейді ғой. Шынымен де сондай дүниені мен байқадым кәдімгідей. Қазір бұрынғыдай мысалы жаңағы тойы бар, басқасы бар, кәдімгідей. В общем, жақсы бәрі, табыс бәрі деген сияқты да. Дұрыс. Күшті болып жүрмін негізі. Сол Аллаға шүкір, мыңда бір. Ниетіңіз түзу, содан кейін біртіндеп келіп жатыр. Я сол өзім риза болатым, Алишер ешқашан бір жұмыстан қашып, ондай ештеңе істемейді. Тек еңбектенетін адам, ол кішкентай кезінен жұмыс істеп үйреніп қалған адам болғаннан кейін мен толықтай болашағымды осы адамға жаңағы сеніп тапсырып отырмын да. Енді жаңағы Корея деп әңгіме айтып отыр ғой Балаусахан. Мен енді білесіз, сол жақта менің туған сестрам болғандықтан, ол кісі босанғалы бері мен әлі барған жоқпын да қасына. И содан кейін сестрам қасыма келші, кішкене қасымда бір серік болып отыршы деген сияқты әңгіме айтқаннан кейін мен барайыншы деген сияқты. Менің негізі визам уже дайын тұр да, тек билет алу ғана қалды. Ал қанша уақытқа кеткіңіз келіп тұр? Пока белгісіз болып тұр Балаусахан. Енді көреміз енді ол жағын. Бірақ Алишер айтып жатыр да, ол жағын қалай болады екен, екеуміз арамыз қалай болады деген сияқты, ұрсып қалмаймыз ба деген сияқты. По-любому енді алыста болғаннан кейін бір қызғаныштар болады деген сияқты айтып жатыр да. Соны мен айтып қоямын, жан уайымдамашы, бәрі жақсы болады, бізде ешкім айырыла алмайды депші. Екеуміз алыста болсақ та, махаббатымыз берік болса, біз бәріне жетеміз деген сияқты. Корейцтер айырады ғой. Жоқ, андай просто андай қалай айтсам болады, уайымдайсың. Өйткені на расстояние деген махаббат, мен просто андай да, біресе ұзақ болып қалды мүмкін дейді да. Енді андай ғой, сен уже пландап тастағансың, болды, примерно ресторан қараймыз бірге. Өйткені енді екеуміздің тойымыз ғой, үлкен той болса да, мен просто андай бірге дайындалайық дегендей. Бірге таңдайық барып. Күшті бір момент қой, оның бәрі ертең бір еске алып отыратын момент деп өзім жақсылап пландап жүргенім. Просто кішкене сол нәрсені уайымдап қалдым негізінде ше. Енді тойға баратқаннан кейін керек емес еді ау негізі деп ше. Мен негізі Алишерге толықтай сенемін да. Той болса да, қатты звондап, мазасын алмаймын да. Себебі ол адам жұмыс істеп жатыр деген сияқты. Бірақ мен де қалаймын, Алишердің де маған солай сенгенін. Қайта енді сізді жіберсем ба, жібермесем ба дегендей ойланбайтын шығар. Бәлкім бұл 1-2 айдың әңгімесі ма? Сол Балаусахан білмей тұрмшы, нақты, пока айта алмай тұрмын ол жағын. Просто ол жерде мен енді өзімнің бауырым ғой енді, бауыр етім болғандықтан ол қызға да кішкене қиын болып отыр. Ол да мен сағынды, мен де оларды сағындым деген сияқты, көргім келіп тұр бұпасын деген сияқты. Содан кейін бір андай выбор тұрған сияқты да, сестрам или болашақ күйеуім деген сияқты. Әрине оның бәрін бір ақылдасып шешуге болатын нәрсе ғой. Дұрыс айтасыз, ақылдасып сөйлесіп шешсеңіздер, Алишер де түсінбейді емес, түсінеді. Оның үстіне сіз уайымдап тұрған шығарсыз, ертең той болатын болса, әбден жақындаған сайын тіптен мүмкіндік болмай қала ма, тіптен бара алмай қалам ба деген сияқты. Әрине уайым болады, бірақ дегенмен де сіздер білесіздер, ақылдысыздар, өздеріңіз бір сөйлесіп, шешіп алсаңыздар болады. Осы бірге барам ба деп қоям. Ол да ондай нұсқада болады, иә? Жоқ, Балаусахан мен бірге барған қаламайтын едім, себебі пока что той толықтай болған жоқ та.
той болғаннан кейін бірақ бірге барсақ. Ой, бармаймын, өтірік айтып жатырмын, құрысын. Жақсы, сіздер де енді бәрібір де жұптық қара қатынасы барлығы жалғасады, білеміз. Бізде құрметті көрермен, енді біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз, және де айта кетейін, бүгін енді Гүл келген болатын Айгүлге. Айгүл мен Тәуіржанның таныстығы не болып жатыр, ертең білеміз. Бұған қоса Әділет пен Әсемнің арасындағы таныстықты білетін боламыз. Ертеңге дейін сау болыңыздар.